Yahudilер мен христиандардың өздерінің ұстайтын оразалары бар. Ал сол Yahudilер мен христиандардың оразасы мен біздің оразаның айырмашылығын білесіз бе? Ендеше мына хадиске назар аударыңыз. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه مسلم. İmam Müslim'den жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деген: Біздің оразамыз бен кітап иелерінің оразасының айырмашылығы сәресі шу. Алла Тағала баршаларымыздың ұстап жатқан оразаларымызда, оқып жатқан тарауих намаздарымызды қабыл етіп, сәресінің берекетін сезінуді баршамызға нәсіп етсін. Рамазан мүбәрәк болсын.